Енді Стамбул мен Түркістан қаласы арасында жүк ұшағы қатынайды. Күні кеше Түркістан халықаралық әуежайына Turkish Cargo әуе компаниясының ұшағы келіп қонды. Бұл шара Түркістан әуежайының тарихында алғаш рет болып отыр. Түркия елінің Стамбул қаласынан келген ұшақ бортында Қазақ Карго компаниясының 37 тонна жүгі бар. Ал жалпы ұшаққа 65 тоннаға дейін жүк тасымалдауға болады. Әлемдік стандарттарға сай, Түркістан халықаралық әуежайында Түркия елінің Стамбул қаласынан Қазақ Карго компаниясының жүк тиелген ұшағын қабылдау салтанатты іс-шарасы өтті. Бұл облыс орталығындағы халықаралық әуежайының тарихында алғаш рет болып отыр. Алғашқы Airbus 330-200 бортымен келген 37 тонна жүктің басым бөлігі киім-кешектер, ал ұшақпен жүк жеткізуші компанияның өкілі алдағы уақытта аптасына 2 рет сәрсенбі және жексенбі күндері жүк тасымалданатынын айтты. Біз осы уақытқа шейін түрік мемлекетінен Қазақстанға, Қытайдан Қазақстанға, оның ішінде Қазақстаннан Ресей мемлекетіне жіберіп отырық. Енді бізде алдағы жоспарда қазір бізге аптасына 1 рет қазір әр жұма қойдық. Turkish авиакомпаниясымен келісіп, бізде келешекте аптасына 2 рет, 3 рет болады. Келісімге біз 1,5 жыл жүгірдік. 1,5 жыл келіссөздер жүргіздік. Оның ішінде Түркістан облысымен қатты тығыз қарым-қатынас болды. Түркістан облысы бізге жақсы төмен тарифтерді берді. Біз ол тарифтерді Turkish авиакомпаниясымен сөйлесіп, Turkish авиакомпаниясының представительдерін алып кеп, осы самолеттің келуіне Түркістан облысының жақсы тарифтері и Қазақстанның жері, оның ішінде Түркістан жері өте қолайлы болып тұр. Біз бұған дейін Еуропадан тасыдық. Еуропадан транзитпен осы Алматы қаласына, оның ішінде Ақтөбе қаласына жұмыс жасадық. Ендігі біздің бар күшіміз осы Түркістан қаласымен тығыз жұмыс жасап, Түркістанға келген затты мына Қырғызстан, мына Өзбекстан, Ресей Федерациясына жіберіп отырамыз. Оның ішінде өзіміздің Қазақстанның керек заттары әрі арзан, әрі тез, уақыт жағынан үнемді, ұтымды болады. Ал ендігі біздің жоспарымыз Қазақстаннан экспортқа шығатын заттарды бос самолетті толтырып жіберуге қызмет жасап жатқан жайымыз бар. Turkish Cargo әуе компаниясының жүк ұшағы Италияның Рим қаласынан ұшып, Түркия арқылы Түркістанға жеткен. Енді Түркістаннан ұшаққа азық-түлік артылып, Қытай елінің Макао арнайы әкімшілік аймағына ұшады. Түркістан облысы әкімінің бірінші орынбасары бұл жүк ұшақ облыстың экономикалық көрсеткішін жақсартуға алып келеді деді. Бүгінгі шарамыз біз жүк ұшақты күтіп алдық. Түркиядан келген Turkish Cargo деген компания 37 тонна жүк алып келді. Біздің жалпы айтсақ, біздің елімізде қазір Астана, Алматы, Ақтөбеде осындай жүк қабылдайтын мүмкіндік бар. Соған қосылып жатырмыз. Біздің Түркістанда мынау ең алғашқы жүк ұшақ келіп жатыр. Ол деген үлкен мүмкіндік. Біріншіден біздің аэропортқа ол табыс. Әр бір аптада қазір 2, келешекте 3 рейске дейін болады. Жүк алып келетін болады. Жүк алып кетеді бізден. Жүк алып келеді бізге. Транзитный, мысалға қазір ары қарай Қытайға барады. Ол деген біріншіден біздің аэропорт үшін табыс. Бізде үлкені көп рейстер, көп осындай ұшақтар келген, ол бізге жақсы. Біз жұмыста бәріміз бағыттап жатырмыз. Қазір бізде 9 жаққа баратын әртүрлі направленияға бағытталған жаңа рейстеріміз бар. Осы көбейген жақсы ол біз үшін. Табысы болады, бір жағынан табысы көбейеді. Екінші жағынан бизнес үшін үлкен мүмкіндік. Мысалға қазір 40 минуттың ішінде оны жанармаймен толтырып, ары қарай жіберуге мүмкіндігіміз бар. Бұрындары біз 2,5 сағат, 3 сағат болушы еді. Қазір біз 40 минут толтырып, ары қарай жіберу мүмкіндік. Ол деген тез жылда бізге тиімді болып тұр. Бізге мысалы көптеген қазір транзиттен бір күнде 200 кеме осы жаңа ұшақтар өтеді біздің Түркістан үстінен, ауадан. Соның бізде қазір осы тиімділігі, жанармайдың арзандығы, соның арқасында бізде көптеген қызығушылық болып тұр. Соның біреуі осында Turkish Cargo қазір. Аружан Маттай, Ғалымжан Ерназаров, Айғақ телеарнасының жаңалықтар қызметі.